Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Бүгінгі күні біз педагогтер арасында жиі қойылып жүрген сұрақтарға жауап береміз. Бағдарламаны әзірлеуді неден бастау қажет? Бағдарлама дайындау алгоритмі қандай? Оның құрылымы қандай болуы тиіс? Ол қалай рәсімделеді? Бағдарламаны әзірлемес бұрын педагог бағдарлама жасау алгоритмін және оның құрылымын білуі тиіс. Сондықтан бағдарламаны әзірлеу қадамдарына тоқталайық. Бірінші қадам, бағдарламаны құрастырғанда білім алушылардың қажеттіліктерін зерделеу, ескеру қажет. Және бағдарлама атауы жас өспірімдер үшін тартымды болуы керек. Екінші қадам, бағдарламаны дайындамас бұрын педагог нақты білуі тиіс. Бағдарламаның қажеттілігі, жаңашылдығы неде, ол қандай нәтиже береді? Яғни педагог бағдарламаның концепциясын жете білуі тиіс. Енді бағдарлама дайындау кезеңдерін қарастырайық. Оған бірінші кезеңде мақсат міндеттерді анықтау жатады. Нәтижелерді болжау, оқыту материалын жүйелеу, тарау, бөлімдерге бөлу, күнтізбелік тақырыптық жоспар құру. Үшінші қадам, бағдарламаны жүзеге асыру. Оқыту процесін бастау, үздіксіз жетілдіруді қажет ететін үздіксіз процесс. Өйткені апробация кезінде өзгерістер енгізілуі мүмкін. Бағдарлама құрылымы таныс болайық. Ол мұқаба, титул беті. Онда білім беру мекемесінің толық атауы жазылады. Бағдарламаны бекітуге жауапты қызметкердің аты жөні, қызметі, бағдарламаның бекіту мерзімі, атауы, қай сыныпта оқытылатынын көрсетеміз. Және бағдарлама авторының аты жөні, қала, аудан атауы, жасақталған жылы. Келесі қарастырылатын мәселе түсіндірме жазба. Тиімді жазылған түсіндірме жазбада бағдарламаның жалпы көрінісі және оның маңызды компоненттері қарастырылады. Түсіндірме жазба пәннің мәні, өзектілігі, жаңашылдығы, мақсат міндеттері көрсетіледі. Бағдарламаның негізгі бағыт-бағдары, теориялық, практикалық маңыздылығы, күтілетін нәтиже және бағалау тәсілдері. Қай мерзімде апробациядан өтетін көрсетіп кетеміз. Келесі қарастырылатын компонент тақырыптық жоспар. Онда тақырып, сағат саны көрсетіледі. Оқу тақырыптық мазмұн, тарау, бөлім, тақырыптар, сағат саны. Оқу деңгейін бағалау, бақылау, қорытынды, жарты жылдық, тақырыптық ұсынылатын әдебиеттер тізімі. Республикалық оқу әдістемелік кеңеске жіберу үшін бағдарлама ең біріншіден дұрыс рәсімделуі тиіс. Екіншіден авторлық адалдық, плагиат анықтамасын алу, яғни бағдарламаны антиплагиаттан өткізіп, түп нұсқалығын дәлелдеу. Үшіншіден, осы бағдарламаны соңғы 1-2 жылда оқу процесінде апробациядан өткізгеніңізді дәлелдейтін құжаттарды ұсыну. Төртіншіден, басқа білім беру мекемелерінде қолданысқа енген растайтын акт болуы тиіс. Бесіншіден, 2 пікір, біреу ғалымнан, екінші педагогтен акт үлгісіне назар аударыңыздар. Құрметті педагогтер, бағдарламаны әзірлеу және сараптамалық кеңестен өткізу қадамдары осындай. Облыстық оқу әдістемелік кеңестен бағдарлама мақұлданса, онда облыстық білім басқармасының ұсынысымен республикалық оқу әдістемелік кеңес отырысына жіберіледі. Барша педагогтерге бағдарламаны әзірлеуде сәттілік тілейміз. Назарларыңызға рахмет.